Саламатсыздар балалар, біз бүгінгі сабақта оптикалық және электрондық микроскоптардың үлкейту және айқындау мүмкіндіктер арасындағы айырмашылықтарды қысқаша білетін боламыз. Сондықтан біз негізгі ұғымдар оптикалық микроскоп, электрондық микроскоп, окуляр, объектив, фаза, нысана деген негізгі ұғымдарды түсінесіздер. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай мына жердегі әртүрлі микроскоптардың суреттерін көріп отырсыздар. Негізгі осы уақытқа дейін біз жалпы микроскоптарды осындай үш топқа бөліп қарастырып келді. Ғылыми тұрғыда жарық өрісті микроскопия, міне өзіміз күнделікті сабаққа қолданып жүрген фазалы контраст микроскопиясы, люминесценттік микроскопиясы деп. Енді сонымен бірге мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай оптикалық немесе жарық микроскопымен бірге жарық микроскоптың түрлері күрделенді және электрондық микроскоптар пайда болды арнайы. Сосын стереомикроскоптар пайда болды. Сонымен бірге сканерлеуші зонд микроскоптар пайда болды. Бұның соңғы үлгідегілердің барлығы медициналық салада кең көлемінде қолданып жүрген микроскоптар. Соның ішінен электрондық микроскоптарды қарастыратын болсақ, мұны өздеріңіз көріп тұрғандай электрондық микроскоп 200.000 есеге дейін максималды ұлғайту мүмкіндік беретін құрал. Ол оптикалық микроскопқа қарағанда жарық ағымының орны 200-ден 400 вольт энергиялы, одан да көп болуда мүмкіндігі бар. Және электрлік өріс жылдамдатылған 1000 вольттық потенциалдардың айырмашылығы бар. Электрондық микроскоптардың ажырату қабілеттілігі 0,000-нан 2 нанометр. Іс жүзінде қазіргі микроскоптардың ажырату қабілеттілігі 0,1-нан 1 нанометрге дейін жақындау болып келе жүреді. Биологиялық нысандар үшін ажырату қабілеттігі 2 нанометрге жетеді. Енді мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай сканерлеуші электрондық микроскоптар құрылымына қарасаңыздар, басқа микроскоптарға қарағанда сәл айырмашылықтары бар. Бұлар өте жоғары айқындау қабілетті, барынша ұлғайту диапазоны бар, кең ауқымды бокстау, жұмыс режимінің өте көп түрлікке тән болып келеді. Сканерлеу микроскоп нысананы сурет беріп, өлшемді бейне алуға мүмкіндік береді. Енді балалар, жалпы жарық өріс микроскоп туралы ұлттық бірыңғай тестіге әртүрлі сұрақтар келіп жатады. Енді ұлттық бірыңғай тестіге керек үш нақты ерекшелігін айта кететін болсақ, кәдімгі жарық қолданылады, көбісі боялған препарат зерттеледі және фоны ашық, нысана қою көрінеді. Ал енді оқушылардың көп жағдайда жіберетін қателері бояусыз тірі жасушаны анық көруге болады деген ұғым қалыптасқан. Шындығын айтатын болсақ, бояусыз жасуша нашар көрінеді бұл жарық микроскопта. Екінші фазалы контрастты микроскопта бұл жерде ұлттық бірыңғай тестіге нақты үш ерекшелігін алатын болсақ, тірі боялмаған жасушаларды көруге болады және жасушаның ішкі құрылымы анық көрінеді. Үшінші жарықты фазалық айырмашылығына негізделген. Жасушаның тірі күйінде зерттеуге арналған әдіс. Енді оқушылардың жіберіп жатқан қателеріне айтатын болсақ, бұл да жай жарық микроскоп деу мүмкін. Бірақ шындығында мұндай арнай оптикалық жүйесі бар. Үшінші, люминесценттік микроскопия.
Бұл ұлттық бірыңғай тестте нақты 3 ерекшелігін алатын болсақ, бұл флуорохромдар менен боялған нысандарды қолданады. Екінші, ультракүлгін немесе көк жарық түсті жарыққа түсіріледі. Нысана жарқырап, фоны қараңғы болып көрінеді. ДНК ағуыз вирустарды анықтауға өте маңызды рөл атқарады. Егер де сіздерге ДНК ағуыз вирустарды анықтауға қандай микроскоптарды қолдануға мүмкіндігі болады десе, сіздер люминесценттік микроскоп деп айтсаңыздар қателеспейсіздер. Оқушылардың жіберетін осы жердегі қателер бір жасушалар өзіне өзі жарқырайды деп ойлау мүмкін. Шындығын айтсақ те, арнайы бояуменен оларды жарқыратады. Жалпы балалар, ұлттық бірыңғай тестті еске сақтауға арналған қысқаша салыстыруларды төмендегідей есімізге сақтауға болады. Жарық өрісті боялған ашық фоны бар, фазалы контраст, бұл жерде тірі және бояусыз. Үшінші, люминесценттік, ол жарқырайды және қара фоны бар деп болады. Бұл сіздерге жаттауға өте қолайлы деп ойлаймын. Егер жасуша жарқыраса, люминесценттік, егер бояусыз болса, фазалы контрасты. Ал ең қарапайым керек болса, жарық өрісті микроскопия деп айтсаңыздар қателеспейсіздер. Сіздер үшін жерде бір мынандай лайфхак айтайын. Вирус электрондық, жарқырау люминесценттік, үшкескенді конфокалды немесе сем деп айтуға болады. Енді жалпы тақырыбымызды қорытындылай келе, жарық микроскопиясы көру үшін, люминесценттік табу үшін, ал электрондық ең ұсақ копияны ашу үшін деп айтсаңыздар, түсінсеңіздер жеткілікті деп ойлаймын. Осымен бірге балалар, біз жалпы жоғарыдағы микроскоптардың саналуын білумен қатар, бізде ұлттық бірыңғай тестте көп жағдайда осы микроскоптың құрылысын айқындау тапсырмалар өте көп болады. Онда сіздер осы күндегі сабақта қолданып жүрген осы микроскоптың құрылысын есімізге сақтап аламыз. Окуляр, көру түтігі, объектив, заттық үстел, айна, табан, бұранда, тұтқа. Енді жаңа қарап отырсыздар, осы микроскопты қазіргі заман талабына сай күрделендіріп шығарған сала болды.